Бір күні есек пен қасқыр бір шөптің түсіне бола айтысып қалады. Есек шөптің түсін сары десе, қасқыр жасыл дейді. Екеуі біраз пікір таласып ымыраға келе алмай, ақыры аң патшасы арыстанға барып тәрелік етуін сұрайды. Сот басталады. Әрқайсысы өз дәлелдерін айтып, өз пікірлерін алға тартады. Соттың үкімі шығар кезде барлығы әділ шешім күтеді. Ал арыстан болса, олардың үмітін су сепкендей басып, қасқырды бір айға абықтыға жабады да есекті босатып жібереді. Қасқыр таң қалып: «Мырзам, шөптің түсі жасыл емес пе еді?» деп сұрайды. Арыстан: «Әрине» дейді. Қасқыр: «Ендеше менікі дұрыс бола тұра, не үшін мені қарсы үкім шығарып абақтыға жаптыңыз?» дейді. Сонда арыстан: «Есекпен бірге есек болып тартысқаның үшін» деп жауап берген екен. Қазақта өспейтін бала өнбейтін дауды қуады деген сөз бар. Яғни ешқашан өзі мәселені жетік білмейтін, әрі бір жақты қыңыр адаммен айтыспа. Пайдасы жоқ іске уақытыңды сарп етіп, өміріңді құр босқа өткізбе дегенді меңзейді.